Hold up. Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын кішкене хабарландыру. Біздің Photoshop сабақтары деген группамыздың атауы өзгерді, Pixart KZ болып өзгерді достар. Егер таппай қалып жатсаңыздар, астында сілтемесі бар, кіріп тіркеліңіздер. Бұл жерде сіздер сияқты фотошоперлердің жұмыстары шығып отырады. Біздің жаңа атау Pixart KZ. Ал бүгінгі біздің сабағымыз дым немесе түтіндермен айналысады. Постер, яғни афишаға ұқсайтын, киноның афишасына ұқсайтын фотошоп жасайтын боламыз. Бұл идея маған Инстаграмда бір фотоны көру арқылы келді. Соның бүгін Pixartпен жасау жолын үйренеміз. Жақсы, әрмен қарай достар, рисовайтқа кіреміз. Начать рисование. Енді бұл жерден абсолютно бәрібір бір нені таңдап аламыз. Осыны таңдап алып, әрмен қарай жұмыс істейтін боламыз достар. Бір дайын фонның үстіне алып салуға болатын еді. Әдеттегідей мен сіздерге нөлден бастап жасап көрсетемін. Мінекей слойды ашамыз, үстінен басамыз. Мына жерде шелек, яғни осы түс беретін батырма, соның басамызда кішкене темный сұр қыламыз. Осы жеткілікті. Әрмен қарай жоғарыдағы стрелканы басып редактировать. Яғни қазір біз әрмен қарай бұнымен жұмыс істейтін боламыз. Проект сохраняется. Әрмен қарай енді біздер добавить фото арқылы алып дым, яғни дымдарды жасайтын боламыз. Осындай сұр түсті дымдар, бұларды қазір біз смешать арқылы қазір түрлерін ауыстыратын боламыз. Барынша үлкейтейік. Смешать, енді ол фотоның оригиналда тура осындай болатын достар. Көрінді, маған өте қатты ұнағасын, барынша осыны бір 3 вариантын істедім, соның 3-інің ішінде осы ғана ұнады. Сіздер әрмен қарай осы дымдарды пайдалана отырып достар, бір фонды как будто бір түтіндер ары-бері жүрген сияқты қылып бір фон жасайтын боламыз қолдан. Енді сіздер дайын фондар іздесеңіздер болады, бірақ та қазір мен сіздерге бұл фонды арнайы сіздерге сақтап қоямын. Енді сабақ болғасын мен сіздерге барынша нөлден бастап көрсеткенді дұрыс деп санадым. Дайын нәрсеге ешқашан қызықпаңыздар. Жақсы, енді бұл фонды арнайы сақтап қоя салайын. Егер YouTube-тан көріп отырсаңыздар, комментарийда ссылкасы бар. Егер VK-дан көріп отырсаңыздар, тоже комментарийге қалдыратын боламын. Әрмен қарай, добавить фото арқылы өзіңізге керекті адам таңдап аламыз. Біздің топтың суретке түсіп беретін қызы Шынар. Есімде мен айтқан бойынша өте керемет қылып түсіп берді достар. Әрмен қарай қайшы батырмасын басып енді өзімізге керекті фотоны қырқып аламыз. Сапасы да өте тамаша. Дәл осы фотоны қырқып аламыз достар. Енді қырқу жолын білесіздер. Қайшыны басып, дәл осы қызылмен қырқып шықсаңыздар, дәл осы. Неке мына жерден көздің суретін бассаңыздар достар, қалай қырқылғанын, қай жерден қырқылғанын сіздерге көрсетіп береді. Енді әрмен қарай суретті орналастыратын боламыз достар. Бір ыңғайлатып ортаға қарап бір орналастырып аламыз. Жақсы, суреттің сапасы бұзылған. Енді біздер FX-ке кіретін боламыз. FX-ке кіріп достар, біздер киімнің түсін өзгертетін боламыз. Барынша шарф қызыл түсті болғасын мен барынша бұл суретті бір ашық қызыл түсте көрдім. Неке енді свет. Біз киімнің түсу проблема емес, түсін ауыстыру. Светке кіріп FX-тің ең астында свет деген тұрады. Пипетканы апарсаңыздар достар, дәл осылай түсті киімнің түсін ауыстыруға болады. Неке қызыл түске ауыстырамыз. Егер бетте сәйкес түстер болса, кейде достар бетке де фильтр өтіп кетеді. Сол себептен бетті де ерінбей бір өшіре салыңыздар. Неке бізге керекті түс қызыл түске айналдырдық. Енді әрі қарай инструментке кіріп контрастты, яғни яркость параметрлерін жөндейтін боламыз. Мінекей достар, егер суреттеріңіздің шама шарқына байланысты кішкене жөндесеңіздер болады. Мінекей контрастты кішкене азайтайын. Мінекей көріп жатсыздар, бет қараңғы болып кетіп жатыр. Ода тұрған ештеңе жоқ. Қазір соңында ағарта саламыз. Мінекей кривоймен кішкене жоғары көтереміз да, бетін жоғарыда өшіргішті басып, бояғышты таңдаймыз да, бетін ғана ағартатын боламыз. Енді сіздердің фотоларыңыз қандай, оны білмедім достар. Жарайды. Әрмен қарай келесі этап бізде инструмент батырмасы достар. Қазір инструмент батырмасына кіреміз. Дәл осы жерден клонировать деген батырма болады достар. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар бұл батырманы. Неке, дәл осылай қазір біздер теориясын азайтып размерін үлкейттік. Қазір біз жасайтынымыз астыңғы аяқ жағын ақ қылып тастайтын боламыз. Неке, видеода көрсетілгендей, неке кішкене аяқ жағын ақ қыламыз. Егер қосымша басқа жерлер өшіріп кетіп отса, размерін кішірейтіп алыңыздар достар. Егер өшіріп отса, өшіргішті алып тура сол жерді өшірсеңіздер, функция отмена болады. Яғни клонировать болған жер қайта орнына, қалпына келеді. Мінекей бірінші тұрған нүкте, қай жерде экран басасыздар, тура сол жер көшіріліп ала береді достар. Кішкене аяқ жағын осылай істейміз, кішкене дымның астында келе жатқан сияқты қылып. Жақсы, бұл жерден функцияны кішкене мінекей қолдарын азайтып істейтін боламыз.
чтобы аяқ жақтан бастап қою болып қолдарына келгенде жай күш азайып бара жатқан сияқты қылып. Енді әрмен қарай добавить фото арқылы өзімізге керекті дымдарды тартып аламыз. Енді жаңағы клонировкамен дым жасадық. Бұл енді кішкене шынайылық береді. Барынша көкірек тұстарына, мінекей қолдардың тұстарына барынша дым беретін боламыз. Мінекей кішкене келтіріп алайық. Смешайтқа кіріп, экранды бассаңыздар, керемет дым пайда болады достар. Мінекей экранды басасыздар, как будто қалың дымның ішінде келе жатқан сияқты достар. Қазір бұл енді ортасына келдік. Әрмен қарай көре берсеңіздер, шынында да керемет нәрсе пайда болады. Мінекей соңғы этап дым берудің, мінекей яғни түтін берудің соңғы этапы, мінекей осы функция. Осы яғни сурет, мінекей осы сурет ең керемет. Бұл барлық жерге толықтай береді бірден. Бұл бірақ майда-майдай. Бұны әдейі ең соңында беретін қылып алып қойғанмын. Бетіне басылып кетуі мүмкін, сол себепті бетті бір өшіріп тастаңыздар болды. Түтін беру этабы осымен аяқталды. Енді келесі этап бізде әрмен қарай артын сәндеу. Мінекей осылай шапка киген адамның кішкене прозрачный көбейте тұрайын. FX-ке кіріп бұны қою қара қылып ала салайын. Драмаға кірем. Кішкене қою қара қылып алайын. Жақсы. Мінекей қою қара. Әрмен қарай енді үлкейтеміз де кішкене күшін азайтамыз. Бұнда смешайтқа кіріп, умный немесе темныйға кіріп көтсеңіздер болады. Мінекей аяқ жағына, иық жағын өшіріп тастай салайын. Бір тура тіктөртбұрыш болып жаман көрініп тұрады екен достар. Размерін үлкейтіп, резкті азайтып, мінекей кішкене жұмсақ қылып өшіріп тастаймыз, басы ғана қалсын. Яғни бұл киноның постері достар. Бұл суретке түскен кезде достар, енді тупо көзге көрінген суретті алып қоя бермеңіздер. Мінекей бұл суреттің өзін бір сохранить етіп аламыз. Енді добавить фото арқылы енді достар, мінекей мына суреттің өзін, бұл детальдардың барлығын сіздерге жасауға міндетті еместер, бірақ та шынында да әдемі шығады. Осылайын үлкейтесіздер. Налаживание деген бар ең ақырында. Окей, мінекей налаживаниені басасыздар. Осыны басқан кезде мінекей дәл осылай функция пайда болады. Тура бір киноның постері сияқты болып келе жатыр. Жаймен басын өшіріп тастайсыздар, тек қана көкірегін бір көрінер көрінбес қылып қойсаңыздар болды. Артқы фон достар, бұл да бір көзге көрінетін. Егер көрінбей жатса кейін HDR беріп көрсете аласыздар. Енді соңғы этап бізде текст жазу, астына өздеріңіздің нелерін жазасыздар. Мен сол кезде басыма келген нәрсе портрет, әйелдің портреті деген сөз келді достар басыма, сол себептен осыны жазам. Портрет, окей. Мінекей портрет жаздым. Енді достар бұл жерде түс таңдау өте қиын. Барынша күшін азайтып қойсыздар. Бақырайтып сары, қызыл түстерді бермеңіздер өтініш достар. Ақ немесе қара. Оның түсінің өзін барынша азайтып қойсыздар. Family, яғни әйелдің портрет деген нәрсе. О шрифттер достар, бірден айта салайын, мына портрет дегендегі шрифттің атауын білмеймін. Егер атауын біліп жатсаңыздар, комментарийға қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде фонттың ішінен тауып, сіздер үшін тауып беремін. Ал мынау шрифттер бар, бұл шрифттерді мен тастайтын боламын. Именно портрет деген шрифттің атын білмеймін. Сол шрифттің атауын маған комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде тауып, сіздерге сол шрифттің сілтемесін тастап кетемін. Егер білмейтіндер болса. Әрмен қарай тағы да текстке кіріп жоғарындағы қалған жерлерін жазамыз. Енді бұл десеген бұл микропро, модель шынар, модевич пиксар деген сөздер. Неке бұнда осы шрифтпен жазамыз. Өте әдемі киношный эффект беретін шрифттер. Қарағаламыз. Қай түс енді достар, бұның да күшін кішкене азайтып қойсыздар. Барлығының күшін азайтып қойсыздар достар. Бұл жерде бұқыр-шықыр бір тем пайда болды, немесе шрифтке контур берудің қажет жоқ. Жай ғана бледный қылып, барлығын бледный қылып қойсаңыздар, шынында да әдемі көрінеді. Мінекей портрет, family. Мінекей достар, кішкене қалды. Сабақ бітуіне шыдаңыздар. Енді мінекей Pixar'тың дәл осылай ақ қылып қойсаңыздар да болады. Мінекей десеген бұл дегенді микроны қара, ананы ақ қылып қойсаңыздар, тура бір астымен сәйкес келеді. Ақ-қара болып. Мінекей дәл осылай көрінеді. Бұл шынында да әдемі көрінеді достар. Тура бір дискеттің сыртына арналған сияқты болып көрінеді. Енді әрмен қарай FX бересіздер, барынша яркий қылатын FX-терді беруге кеңес берейін достар. Барынша HDR беріңіздер, адамның түрінен басқа жерлерге HDR беріңіздер, кішкене четкі көрінеді. Мінекей четкі көрінеді достар. Мен бірақ HDR берген жоқпын бұл функцияда неге екен. Бұған дейін мен бұны жасап көрген едім. Бір жасаған фотоны екінші рет қайталап дәл сол сияқты қылып жасай алмайтын бір нәрсем бар. Неке достар, сабақтың ақырына келді. Бұл сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Киналық афиша деп атасақ та болады екен. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын достар. Келесі сабақ бұдан да керемет болады дегенге уәде беремін. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Микропро. Егер видео ұнаса, лайк басып кетсеңіздер. Somewhere we got
вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка.